Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге әдеттегідей драйв кезет арнасы. Бүгін біз видеода жолда жиі кездесетін реттеуші сигналдарын қарастыратын боламыз. Яғни полицей реттеушінің қол жестері мен жезлмен берілетін қимыл әрекеттер. Бұл тақырыпты білмей қалсаңыз, жолда не істеймін деп сәтті жіберіп алуыңыз мүмкін. Сондықтан да бірге түсініп алайық. Осы видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар, лүпіл басыңыздар, арнаға жазылыңыздар, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Реттеуші дегеніміз кім және не үшін? Реттеуші ол жол қозғалысын уақытша ұйымдастырып басқарушы адам, көбіне полиция қызметкері болып табылады. Оның берген сигналдары жөн белгілері, жарық сигналдарына және жол белгілеріне қарағанда басымдылыққа ие болып келеді. Яғни, егер де реттеуші сигнал беріп тұратын болса, сол сигналға бағыну міндетті. Реттеуші жезлін жоғары көтеріп тұратын болса, барлық бағыттағы қозғалыс тыйылған деген сөзді білдіреді. Реттеуші денесі жүргізушіге бүйірінен немесе арқа бүйірден тұратын болса, және де қолдары екі жаққа созылған болса, сол кезде сен тоқтап күтуің керек. Қозғалыс бұл кезде рұқсат етілмеген. Реттеушінің бір қолын алға созуы немесе жезлін сол жаққа бағыттауы, сол бағытта қозғалыс рұқсат етілмейді. Мұнда дене орналасуы маңызды. Жарық сигналдары және де реттеушінің сигналдарының байланысына келетін болсақ, жолда жарықтық сигналдар, мысалы жасыл, сары, қызыл, бірақ реттеуші сигналдары солардан жоғары тұрады. Яғни, егер де жарық сигнал жасыл, бірақ та реттеуші қолын көтеріп тоқтатып тұратын болса, сен тоқтауың керек болады. Сонымен қатар светофордағы жасыл бағытты көрсететін стрелка бар болса, ол да дәл солай түсіндіріледі. Қателіктер мен лайфхактарға келетін болсақ, көп жүргізушілер мынандай қателіктерді жібереді. Реттеушінің денесін және қолының орналасуын дұрыс көрмей қалады. Жезлдің бағытын, қолдың бағытын байқамайды. Артынан жарық сигналдарына сенеді, реттеушінің сигналдарына емес. Лайфхактарға келетін болсақ, реттеушіні көріп алғаннан кейін дереу тоқтауға дайын болуыңыз керек. Әсіресе жол қиылыстарында жезл сигнал көрінбей қалатын болса, осы бөлімнің ережесін есіңізде сақтаңыз. Реттеуші тұрған бағыт, дене, қол бағыты негізінде шешім қабылдаңыз. Полицей қолын жоғары көтеретін болса, тоқтау керек. Қолды алға созатын болса, денесі жартылай бүйірден тұратын болса, сол бағытқа қозғалыс мүмкін болады. Бүгін біздер деген реттеуші сигналдарының мағынасы мен практикалық қолдануын көрдік. Есіңізде болсын, реттеушінің сигналдары жол белгілерінен, жарық сигналдарынан жоғары тұрады. Егер де түсінбеген сұрағыңыз болса, комментарий қалдырсаңыз болады. Келесі видеода сол сұрақтарды ашып көрсететін боламыз. Көргендеріңізге рахмет. Каналға жазыңыздар, лайк басыңыздар. Жолдағы қауіпсіздік ол басты ереже болып саналады. Сіздермен бірге болған драйв кезет арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.